Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 10 сынып алгебра және подписчиктен мынандай бір есептер келіпті. Кейбір есептерін шығару жолын түсінбедім деп. Осыларды бірге шығарып көрейік. Бірінші есебінен бастайық онда. Бірінші нұсқа екен. Берілген координаталық жазықтықта y-тен 3 косинус x минус 1 функциясының графигін x үлкеніне тең 0 градус және кішісіне тең 180 градус үшін салыңдар. Және бірінші сұрағы, осы аралықта функцияның өсу және кему аралықтарын анықтаңыз. Және бысында осы аралықта функцияның максимум және минимум нүктелерін анықтаңыз. Енді x-ке мәндер беріп, y-ті тауып, осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп, графигін салайық. Енді бізде 0 градустан бастайық. X 0 градус болса, сонымен біздің функция y-тен 3 косинус x минус 1 x-тен 0 градус деп алайық. Және y-ті табайық. Сонымен y-тен болады бізде 3 косинус 0 градус минус 1. Енді кестеден қарасаңыздар болады, 0 градус косинустың косинус бізде 0 градуста 1-ге тең. Демек 3 көбейту 1, азайту 1. 3 бөлім 3, 3-те 1-ді азайтсақ 2. Демек мұнда 2 деп жазып қойық. Енді мұнда 45 градус жазыпты, соны белгілей берейік. 45 градус. X-тен 45 градус. Y-ті табамыз. 3 косинус 45 градус, азайту 1. Енді косинус 45 дегеніміз 2-ден түбір асты 2-ге тең. Минус 1. Демек бұл бізде ортақ бөлім бере салайық мұнда. 2 болады. 3 түбір асты 2 минус 2. Енді бұл шамамен 1,1 болады. Осылай берейік. Жоқтап аламыз. Енді мұнда біз 60 градус тағанымыз дұрыс еді негізі. Енді мұнда графикте 45, 90, 135, 180 градусты белгілепті. Осыдағы x-тің мәнін қойып, y-ті таба берейік. Келесі бізде мұнда графикте 90 градус. Y тең болады 3 косинус 90 градус минус 1. 90 градуста бізде 0-ге тең. Демек 3 0 0, 1-ді азайтсақ минус 1-ге тең болады. Келесі бізде x тең болады 135 градус. Y тең болады 3 косинус 135 градус. Азайту 1. Енді кестеден қарасаңыздар болады, бұл бізде 3 көбейту косинус 135 градуста минус 2-ден түбір асты 2. Немесе келтіру формуласымен есептеп те табуға болады. Енді оған біз уақыт жоғалтпай қойық. Енді ортақ бөлім берсек жаңағыдай. Және минусты алдына шығарып жіберейік бөлшектің. 3 түбір асты 2, мұнда плюс 2 болады. Бұл енді шамамен 3,1. Келесі бізде 180 градус. X тең 180 градус. Y тең болады 3 көбейтілген косинус 180 градус. Азайту 1. 180 градуста бізде минус 1-ге тең косинус. Енді 3-ті минус 1-ге көбейтсек минус 3, минус
3 минус 1 дегеніміз ол бізде минус 4. Енді осы нүктелерді біз берілген координаталық жазықтықта белгілейік. Сонымен 0-де бізде 2. Нүкте қояйық мұнда. 45 градуста 0 мен 2-ның дәл ортасы 1 дегеніміз содан сәл кішкене жоғары. Және 90 градуста минус 1. Минус 1 дегеніміз 0 мен минус 2-ның дәл ортасы. Келесі 135 градуста шамамен минус 3,1 дедік. Минус 2 мен минус 4-дің дәл ортасы десек, шамалап салып атырған. Ортасынан сәл төмендеу болады. Келесі 180 градуста бізде минус 4. Минус 4-дің тұсымен келеміз мұнда 180 градусқа. Сонда біздің график осы нүктелерді қосамыз. Енді шамамен осындай болады. Енді мен мынаны өшірейін, орын жоқ. Астындағы мәндердің тапқанымыз, нүктелерді тапқан жазуларды. Келесі А мен Б сұрақтарына жауап бере берейік. Осы графикке қарап жауап бере алсақ болады. Сонымен Ә сұрағына жауап берейік. Осы аралықта функцияның өсу кему аралықтарын анықтаңыз. Енді қарасақ бізде график жоғарыдан төмен түсіп баратыр. Демек бізде график осы аралықта 0 мен 180 градус арасында. Графигіміз кемейді. Демек 0 градус пен 180 градус арасында график кемейді. Келесі Б сұрағы. Осы аралықта функцияның максимум және минимум нүктелерін анықтаңыз. Максимум дегеніміз ең жоғарғы нүкте, минимум дегеніміз ең төменгі нүкте. Демек, мұнда x 0 градус болғанда бізде y минимум, максимум. Екіге тең болып тұр. Және x тең 180 градус болғанда бізде y минимум ең төменгі нүктеміз мұнда минус 4 етін. 180 болғанда минус 4. Сонымен бірінші есебі осымен бітті. Келесі екінші есебіне көшейік. Екіншісінде f(x)тан тең тангенс x минус 4-тен 1 функциясының анықталу облысын табыңыз. Енді бізде кестеден де қарасақ, тангенс бізде 90 градуста анықталмаған 2-ден пи болғанда. Бізде тангенс x-іміз x тең болмау керек бізде 2-ден пи плюс 2 плюс пи-ен негізі жалпы түрде y-тен тангенс x функциясы 2-ден пи плюс 2 пи-ен нүктелерінде бізде n тез z анықталмаған.
Демек біз x жақшаның ішіндегі өрнегіміз бізде x минус 4-тен пи тең деп 2-ден пи плюс пи-ен деген теңдеуді шешіп көрейік. Енді x табайық осы жерден. X тең болады минус 4-тен пи плюс болып ауысады теңдіктің оң жағына. Демек 2-ден пи плюс 4-тен пи плюс пи-ен n тесті z. Енді ортақ бөлім берсек, мұнда 2-ден пи мен 4-тен пиге 2 болады. Мұнда біз 2-ден береміз, мұнда 1-ден береміз. Сонда x тең болады 4, мұнда 2 пи қосу пи плюс пи-ен n тесті z. Мұнда енді 2 пиге пиді қоссақ 3 пи болады. Демек x тең болады 4-тен 3 пи плюс пи-ен n тесті z. Демек біз осы нүктелерді анықталу облысынан алып тастауымыз керек. Болмаса мына жерде біз тең емес деп шешуімізге де болатын еді. Тең емес дей салайық. Тең емес, x тең болмау керек демек. Сонда бізде бүткіл нақты сандар жиыны болады анықталу облысы тек x тең болмау керек 4-тен 3 пи плюс 2 пи n тесті z-ге. Жауабын жазсақ болады. Жауабы dy тең бүткіл нақты сандар жиыны тек мына нүктелерді алып тастаймыз. 4-тен 3 пи плюс пи-ен n тесті z. Немесе x тең емес 4-тен 3 пи плюс сонымен бұл екінші есептің жауабы бізде x тең емес 4-тен 3 пи плюс пи-ен n тесті z. Үшінші есепте бізде f(x)тан тең синус 6-дан 1 минус 3x функциясының ең кіші оң периодын анықтаңыз. Сонымен анықтап көрейік. Бізде функциямыз f(x)тан тең болады синус 1 минус 3x бөлінген 6. Енді сәл түрлендіріп алайық мұнда. Синус 6-тан 1 дейік, мұнда азайту 6-тан 3x. Мұнда 3 пен 6-ны қысқартып жіберейік. Сонда бізде синус 6-тан 1 азайту 2-ден 1 x. Енді бізде кітапта период дегеніміз t бөлінген модуль k деген. K дегеніміз ол бізде x-тің алдындағы тұрған коэффициенті. Енді периодын анықтайтын болсақ, демек синустың периоды бізде 2-ден пи. Демек 2-ден пиді бөлеміз x-тің алдындағы коэффициент 2-ден 1-ге. Сонда бізде 2-2-ге көбейтіледі. 2 көбейту 2-ден пи бөлінген 1 болады. Сонда бізде 4 пи болады. Демек жауабы осы берілген функцияның периоды бізде 4-тен пиге тең екен. Сонымен берілген есептерді шығардық. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. 5 қосу 11 тең 9 теңдік дұрыс емес.
бір шырпыны жылытып теңдікті дұрыстаймыз. Осындай логикалық есептердің шешімдерін білгілеріңіз келсе, екінші каналға тіркелсеңіздер болады. Логика басқартқыш каналы. Описаниеда сілтемесі болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.